Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осы компьютермен жұмыс жасау уақытында сіздің жұмысыңызды 5 есе жеңілдететін, уақытыңызды 5 есе қысқартатын комбинация клавиатурамен таныстыратын боламын. Егер де бұл тақырып қызық болатын болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Одан бұрын менің дәл қазір каналыма тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіз, себебі алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын, және де менің осы күнге дейінгі салған видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де қажет болса, қызықты болса, ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Менің ең бірінші көрсеткім келіп тұрғаны ол Windows кнопкасы. Оны бір мәрте бассаңыз, пуск мәзірі ашылады. Екінші рет бассаңыз, ол қайтадан жабылады. Келесі комбинация Windows және R кнопкалары. Екеуін басатын болсақ, бізге командная строка шығады. Яғни ол жерге сіз файлдарды, папкаларды, керекті ресурстарды жазып, өзіңіздің жұмысыңызды жалғастыра берсеңіз болады. Келесі комбинацияны қолдану үшін мен бірнеше папкаларды ашуым қажет. Келесі комбинация бізде Windows және Tab кнопкалары. Екеуін қатар басатын болса, осы ашылып тұрған бірнеше папкалардың ішінен сізге керегін таңдау үшін қолданылады. Windows-ты бір саусағымызбен жібермей басып отырып, ал Tab кнопкасын басып жіберіп отырамыз. Өйткені келесі керекті біздің папканы ашу үшін қажет болады. Неге осылай Tab кнопкасын қайта-қайта басып отырып, өзіңізге керек папканы осылай тауып алып аша бересіз. Ал келесі комбинация осы біздің пайдаланып отқан папкамызды жабу үшін арналады. Ол бізде Alt және F4 кнопкасы. Екеуін қатар басатын болсаңыз, сіздің қолданып отқан, дәл қазір ашып отқан папкаңыз, файлыңыз жабылады, өшеді. Немесе жай ғана рабочий стол ашық тұратын болса, онда компьютеріңізді өшіретін арнайы бет және окно дейміз, сол ашылады. Бұл Windows-ға қатысты комбинациялар. Енді текстқа қатысты комбинацияларды көрсетейін. Ол үшін Word бағдарламасын ашып, мен өзімнің аты жөнімді жазамын. Аты жөнімді жазғаннан кейін осы сөзді мышканың көмегімен белгілеп алып, Ctrl-C кнопкасын басамын. Ол бізде осы сөзді көшіріп алады өзіне. Одан кейін Ctrl-V кнопкасын басатын болсам, онда біздің осы курсордың көрсетіп тұрған жеріне біздің жазуларды қайтадан жазып береді. Ал Ctrl-Z комбинациясы біздің ең соңғы жасаған әрекетімізді өшіретін болады. Мен қазір бастым, яғни соңғы жазған менің аты жөнімді өшіріп тастады. Келесі комбинация бізде осы барлық жазылып тұрған жазуларды белгілеу үшін арналады. Ол бізде Ctrl-A деп аталады. Яғни сізде қанша бет жазу болсын, 50 бет болсын, одан да көп болсын, немесе осындай қысқа ғана болсын, барлығын белгілеп отырудың қажеті жоқ. Мышканың көмегімен жай ғана Ctrl-A комбинациясын пайдаланамыз. Келесі комбинация Ctrl және P кнопкалары. Оны қолданатын болсаңыз, осы ашып тұрған документіңізді шығарып алуға, яғни печать етуге жіберетін болады. Өзіңіздің принтеріңізді таңдап, келесі жұмыстарды атқара беретін боласыз. Ал Ctrl және S комбинациясын пайдаланатын болсаңыз, осы документіңізді сақтауға жіберетін болады. Ендігі комбинация бізде Ctrl және N кнопкалары. Екеуін басатын болсаңыз, сізге жаңадан документті ашып беретін болады. Яғни дәл осы Word бағдарламасының, немесе Point болсын, Excel ашып отырыңыз мейлі, соның жаңа парақшасын ашып беретін болады. Дәл алдыңғы бетке өту үшін Alt және Tab кнопкасын басамыз. Ал осы кнопканы бір емес бірнеше мәрте басатын болсаңыз, осындай бет ашылып, сізге керек бағдарламаңызды, керек парағыңызды, керек окноңызды ашуға көмектеседі. Ал ендігі кезектегі комбинацияларды біз браузерде пайдаланатын боламыз. Мен осылай Chrome'да ашып, екі түрлі вкладканы дайындап қойдым. Біреуі YouTube, екіншісі кәдімгі Wikipedia. Келесі комбинация бізде Ctrl және N, дәл жаңағыдай текстқа пайдаланғандай комбинация. Біз браузерде де пайдаланамыз. Ол кезде бізге жаңадан браузер ашып беретін болады.
Мінекей осындай жаңа бізге вкладканы ашып береді. Келесі комбинация Ctrl-R немесе F5 кнопкасы. Бұларды басатын болсаңыз, сізге осы сіздің ашып отқан вкладкаңызға обновление жасап береді. Мінекей мен YouTube-ға обновление жасадым. Жаңадан видеолар шықты. Ал егерде поискқа бір сөзді жазып, бір нәрсе іздегіңіз келетін болса, онда Ctrl және E комбинациясын пайдалансаңыз болады. Осы екеуін бассаңыз, бірден осылай сізге поиск жолын ашып береді. Қалаған сөзіңізді жазып, іздей берсеңіз болады. Ctrl және F комбинациясы сізге служебный поискті ашып береді. Яғни сіз ол жерге осы страницадағы керек сөзіңізді іздейсіз. Мысалы, мен пернетақта деп жазайын. Осы страницада 22 сөз бар екені көрініп тұр. Барлығы сарымен белгіленіп тұр. Жоғарыда тұрған мұнда стрелканы басатын болсаңыз, төмен қарай сізге көрсетіп, мінекей арнайы түстермен сізге белгілеп көрсететін болады. Ал енді келесі комбинация бізде осы біздің экранға шығып тұрған жазуымызды, суретімізді болсын, жалпы осы ашып тұрған экранымызды печат етуге жіберу деп аталады. Ол Ctrl-P комбинациясы. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда жаңа біз окнода не көріп тұрдық, терезеде соның барлығы шығып тұрды. Мұнда 3 листа бумаги деп тұр, яғни 3 беттік осындай суреттер шықты. Осыны алып печат ете берсеңіз болады. Ешқандай да оны мышканың көмегімен копировать етіп, барлығын белгілеп отпайсыз әуре болып. Мінекей көргендеріңіздей, жаңа біз не көрдік, соның барлығын мінекей қағазға түсірді. Тек принтеріңізден да печат ете берсеңіз болғаны. Мен мұнда ашылып тұрған екінші вкладканы да дәл осылай жасап көрейін. Ctrl-P комбинациясы. Бұл, яғни, осы ашылып тұрған терезені сканировать етіп береді бізге. Мінекей көргендеріңіздей. Менде интернет кішкене слабый болғандықтан, астындағы видеолар барлығы аппақ болып көрініп тұр. Негіз бұның барлығы видео. Мұнда да 3 беттік суреттер шықты. Осының осылай печат ете берсеңіз болады. Мінекей құрметті көрермен, дәл осы комбинациялар арқылы сіз өзіңіздің жасап жатқан жұмысыңызды 5 есе жеңілдете аласыз. Егерде осы видео пайдалы болған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісе отырыңыз. Және де менің каналыма тіркеліп, дәл осы видеоның астына пікір қалдырып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұйыртса көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Менің әр видеомды жібермей, колокольчикті басып қарап отырыңыздар.